Саламатсыздар ма? Сіздерге дәл осындай керемет анимациялы презентацияны қазір қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен бізге сурет қажет болады. Бұл суретімізді яғни ғаламторда интернеттен алып аламыз. Одан кейін обрезкіге барамыз. Прямоугольник, скругленные углы. Яғни соны таңдап, дәл соны обрезкі жасап аламыз. Одан кейін жоғарғы жақта вставка деген бар. Вставкаге барып, дәл сондай прямоугольник, скругленные углы фигурасын таңдап, суретіміздің үстіне қоятын боламыз. Яғни суретімізге келтіреміз. Келтіріп болғаннан кейін, дәл осындай бізге прямоугольник, скругленные углы үшеу қажет болады. Үшеуін қойып алуымыз керек. Қоймас бұрын заливканы алып тастаймыз. Яғни фигураның бізге заливкасы қажет болмай қалады. Фигураның заливкасын алып тастаймыз. Одан кейін алдында айтқандай бұл фигураны үшке, яғни үш дәл осындай фигура қойып аламыз. Фигураларымызды, суреттерімізді қойып алғаннан кейін біз каждый объектіге өзінше анимация беруіміз керек. Яғни суретке масштабирование анимациясын береміз. Фигураларымызға изменение размера анимациясын береміз. Анимациялардың бәрін қойып болғаннан кейін запуске после предыдущий запускысын қоямыз. Одан кейін біздің презентациямыз дайын болды. Нәтижесін көрейік.